Сәлем достар, сіздермен Азиза. Бүгін осындай өте дәмді және де керемет болып шығатын үй жағдайында барни дайындайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Дүкендегіден ешқандай айырмашылығы жоқ, сондықтан да менімен бірге жасап, үйдегі балапандарыңызды менімен бірге қуантыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқа, қант, сұйық май, сүт, осыларды барлығын құйып, миксермен жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң алдын ала електен өткізілген ұнымызды 2 немесе 3-ке бөліп салып, жақсылап оны да миксерлеп алатын боламыз. Содан соң бөлек ыдысқа кішкене какао салып алатын боламыз. 1 шай қасық какао салып, оның үстіне 1 ас қасық массамызды салып аламыз да, жақсылап араластырып алатын боламыз. Оны қонжықтың мұрнының қолдарын салуға, осылай кондитерлі қапшыққа жаңағы какаолы массамызды салып қоятын боламыз. Әзірше осы формамызға осылай сұйық маймен майлап алатын боламыз. Майламаса да болады, просто жабысып қалмау үшін осылай майлап қойсаңыздар жақсы болады. Енді жаңағы какаолы массамызды осылай қонжығымыздың аяқтарын, мұрындарын осылай жасап шығатын боламын. Сол кезде ол өте әдемі болып шығады піскенде. Енді осының үстіне жаңағы массамызды осылай құйып шығатын боламыз. Барлығына осылай құйып шығамызда, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп алатын боламыз. Ол сіздердің пештеріңізге байланысты әрине. Мінекей менің барниларым пісті, яғни қонжықтарым пісті. Өте керемет болып шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Азиза. Назарларыңызға рахмет. Егер сіздерге видео ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.